Арыс қалалық мансап орталығында тұрғындарды солтүстік Қазақстан облысынан келген көші-қон тобы қала тұрғындарымен кездесу өткізді. Жиын барысында солтүстікке қоныс аударған жағдайда көрсетілетін көмектер жайында сөз болды. Жалпы жиынға 31 тұрғын қатысып, өздеріне қажетті мағлұматтарды сұрап, ақпарат алды. Қала тұрғындарымен кездесуге қандастар мен қоныс аударушыларға арналған ақпараттық түсіндіру орталығының жетекшісі Әнуар Тоқпан, Тәуекел қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бурахан Дақанов және Түркістан облысының еңбек мобильділігі орталығының баспасөз хатшысы Қайрат Карыбаев қатысты. Кездесуге келген Арыс қаласы тұрғындарының қойған сауалдары тұрақты жұмыс орындары, тұрғын үй, инфрақұрылым бағытында болды. Тұрғындардың сұрақтарына келген қонақтар жауап беріп, оңтүстік жұртын жұмыс күші жетіспейтін өңірлерге көшуге шақырды. Біздің негізгі мақсат көшем деген азаматтарға кеңес беру, түсіндіру, ақпарат жеткізу. Бұл жерде колл-центрде бізде мамандарымыз отырады, екі маманымыз 7-771-081-00-10 телефонына хабарлассаңыз, болмаса WhatsApp арқылы жазсаңыз, сол жердегі мамандарымыз сіздерге міндетті түрде хабарласады да, қай жерде қандай бос орындар бар, қай жерде жайлы үйлер бар, сол туралы ақпарат бағдар береді. Және де мына жерде біздің шағын анкетамыз бар, QR арқылы кірсеңіздер, анкета ашылады. Анкетаның басында солтүстік өңір туралы шағын видеодан кейін аты жөні, отбасы жағдайы, бала шағаның саны деген сияқты, сосын білімі, қандай жұмыс қажет. Сол бойынша, анкета бойынша біздің жақтың менеджерларымыз сол облыстан бос орындарды қарап, кері байланысқа шығып, ұсыныс жасайды сол кісілерге. Айта кетейік, 2015 жылдан бері Түркістан облысынан еліміздің жұмыс күші жетіспейтін солтүстік өңірлерге халықты қоныстандыру жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде 2015-2023 жылдар аралығында өңірден 13.758 адам қоныс аударған. 2023 жылдың қорытындысымен республика бойынша 6.727 квота белгіленсе, оның 29,3% Түркістан облысынан қоныс аударғандар. Ал 2024 жылға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі республика бойынша 7050 квота бөлген. Айта кетсек, бағдарлама қатысушыларына және олардың отбасы мүшелеріне бір рет 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде көмек беріледі. Айта кетейік, қоныс аударуға ниет білдірушілер қалалық мансап орталығына барып, тегін кеңес алуына болады. Жантөре Болысмұрат, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.